Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет, нәзік болатын құймақтардан дайындалатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқа, сүт, қант, шым-шым тұз барлығын бірден араластырамыз. Кейін оған сұйық май құямыз, какао саламыз. Барлығын бірден жақсылап араластырамыз. Кейін оған ұн саламыз, араластырамыз. Бізде осындай теста шығады. Енді оған қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Осындай сұйық теста болады. Мінекей біздің тестамыз дайын. Енді қатты қызып тұрған қатты оттағы табамызға осылай құйып, айландырып, құймақтарымызды пісіреміз. Мен құймақтарды 3-ке бөлдім, яғни 3 рулет шығарамын. Кішкентай барлығын бірден істеп, өте үлкен рулет шығарсаңыздар да болады. Мен 3 рулет шығарамын. Енді крем, менде заварной крем, сіздер сливки, сметаны немесе джем, варенье, сгущенка жақсаңыздар да болады. Салфандарды кесіп дайындап қоямыз, немесе пищевой пленка да болады. Бірінші құймағымызды аламыз, кремімізді жағамыз. Енді салфанның үстіне қойып, келесі құймақты бірінші құймақтың жартысынан қоямыз осылай. Дәл видеода барлығы түсінікті көрсетілген. Осылай жағамыз. Барлық рулеттерді осылай қатар-қатар қойып, жаңағы құймақтарды қойып, рулет шығарамыз. Кішкене жерін ашып, тағы келесі құймақты қоямыз. Құймақтардың екінші беті піспеген сияқты тұрады, бірақ оған еш мән бермеңіздер. Құймақтың құрамында какао болғаннан кейін солай тұрады. Бәрін құрастырып болғаннан кейін салфанға или болмаса жаңағы пищевой пленкаға орап, холодильникке 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Менде 3 рулет шықты. Мінекей өте керемет. Шоколад құйып әсемдесеңіздер де болады. Өте нәзік, дәмі тілі үйрет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.